Күн шерифлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін январының 31-і ве Қырым ишғалінің 1069 күні. Эфирде Муслим Умеров болуна бізім шымдыки эфирімізде бойлы хаберлер. Авдеевкада февкуляде вазиет илан етілді. Порошенко Алмания зеретні тоқтатқан. Припинити Донбасста тынч сакинлерінің ультурылмесін тоқтатмақ. цивільного населення. Днепр хастаханелеріне яралы аскерлер ве ерлі сакинлерні кетірелер. Башы көкрегі ве ел аяғы яраланды. Конечности. Украина президенті Авдеевкада вазиет кергенлешкені үшін ажиле шекелді Милли Хавсызлық Шурасының Арби комитетіні чағырды. Женкеверлер тынчылық режимні бозып, ұжымны девам еттілер. Душманның ұжымы ұрылып тоқтатылды. Чарпышмалар девам еті. Ишғал етілген Донбасс Сакинеевның балконындан град ұжымыны видеоға чықты. Атышывлар вақты саба саат 11:30. Руселилер тарафындан вады етілген тынчылық режимі реайет етілмей. Эвакуация үшін 80 автобус вешер живарындаки еки электротрен азырланылды. Акимет яқын олған 10 мескен еріне, яни Краматорск, Константиновка, Бахмут, Славянск ведегерлеріне 12 бин инсанны тахлие етмеге азырлана. Он бір қыздыруф ноқтасы чалыша, 14 бала бақча ве мектеп вақтынже чалышмай. Сьогодні всі служби працюють на місці, розгорнуті відповідні. Бүгін бүтін қызметлер ерлерде чалыша мақсус штаб тешкелетілді. Вақияның чешіт вариантлары бақылды. Анлайышлы бұбыз үшін бұйық талаптыр, ләкин біз үзберген вақияны чезмек үшін әрше япажақмыз. Ләкин анлаймыз атеш açmasına тесіріміз yok. Тынчылық режимі темин етмеге керек. О заман біз Авдеевка территориясында электроэнергия қыздыруф ве сув теменленуіні ғайрыдан тіклей білеміз. Ми зможемо відновити все енергопостачання, теплопостачання і водопостачання. АТО штабының мәліматына көре январь 29-дан башлап Авдеевка живарындаки ишгалчилер Украина тарафына дефаларджа уджум етмеге тырыштылар. Мағлюбетке оғырағанлары üçün кері чекелмеге мечбур олдылар. Разведкада білдіргенлеріне көре АТО күчлері түневін Авдеевка районында 15 женкеверні yok етті, 24 яраланды. Бұныңян берабер кешкен күн девамында АТО зонасында 8 Украина арбиі еляк олды. Онларжа яраланды. Где-то в 4:30 утра. 29 санында саба 4:30-та промзонаға қаршы атеш açmaға башлаганлар. Қайдан атылғанын білмейм. Анда Донецк, Макеевка, шер патлаулардан тұрды. Сон есе Украина селялық куветлері жауап бермеге башладылар. Ве саба саат 7-ге же шаматалы еді. Сонра есе аты жарекетлер башланды. Кене атышув, патлаулар, сонра тынчладылар. Сонра есе кене. Где-то до 7 утра. Шутка было. Я начала кричать, солдаты сразу... Мен қычырмаға башладым, бірден келмеділер, чүнки бірқа чералы бар еді. Сонлар чықтылар, йорғанда өзлеріне кіргізділер, ажиле ярдымны чағырдылар. Вызвали скорую свою. Женщина, пенсионерка. Қадын нефақаджы осаныны сындырды. Эркек есе да ағыр вазиетте, онан башы көкрегі ве ел аяғы яраланды. Шымды оның ақ жігерлері суни вентиляцияда. Ал азырда оның аяты үшін күрешеміз. В настоящее время мы боремся за его жизнь. Акопқа келіп түшті ве уч инсанны яралатты. Аяқ ве омызны. Бүгін анда насыл вазиет олғанны білмейм. Түневін анда пек шидетлі атеш açқанындылер. Гиви тахалёсы или белли олған ДНР арбии Донец живарындаки урушларда яраланды. Украинская правданың малюматына бинаен буақта сепаратистлерінің Центр оперативного взаимодействия сайты білдіре. Яралы насыл дәрежеде зарарланғаны белли дегіл.
Украина президенті Петро Порошенко Алмания зиретні тоқтатқан. Президент Украина дипломатларына Авдеевкада февкуляде вазиеті бойынша ОБСЕ ве БМТ-нің телекесізлік шурасына хабер бермесі ақта эмир еткен. Оның ресми күріші девамында Украина президенті Петро Порошенко ве Алмания канцлері Ангела Меркель Минск алашмаларының еріне кетірілігі, энерго телекесізлікнің құветлештірілігі ве Украинаға ятырымлар меселелеріні музакире еткенлер. За останні години ми Сонки икисад девамында біз Кения айнысыны білдік. Бірде бір атеш тоқтатылув режимі yok. Кения аскерлер элякула, вемен шуна айтмаға истейім ки сынырдаки вазиет раатсызлата. Вебірлешкен милетлер тішкілятның малюматына көре, бұл зидетте 10 bin insan эляколды. вже в цьому конфлікті до цього моменту загинуло близько 10 тисяч людей. На сьогоднішній день потрібні Бүгінгі күнде қатти әрекетлер керек. Русия тарафының музакерелер вастасы или Минск анлашмаларны еріне кетірмеге мечбур етмек үшін. Илкевелі оларның хавсызлық компоненті. Донбасста тынч сакинлерінің өлдірілмесіні тоқтатмақ. Оның үшін бізім әрекетіміз пек мұйым. їх безпековий компонент. Бүгін Авдеевкадагы атышулар үшін Венада ОБСЕ миссиясының махсус топлашуы кечежек. На вимогу делегації України о 4 годині за місцевим часом. Бүгін Украина делегациясының талабы или саат 4-ки вақты бойынша есе саат 5-те видінде ОБСЕ даими шурасының махсус топлашуы кечежек. Анда Донбасстаки вазиет музакире етілежек. ОБСЕ кутлеви хабер васталары махсус мониторинг миссиясы насыл бұна тесіреті біле, чүнки мониторинг миссиясының бүтін Украина территориясында чылышмаға аққы бар. Ве махсус тақымлар Авдеевкаға кірмесі үшін әрше япачақмыз. Спеціальні моніторні місії мали доступ до Бүгін Межлис рейс муавина Ахтемчигозының іші бойынша 72-ші махкеме отырышына муафызлернен берабер Қырымның Ишғалжи елбашчысы Сергей Аксенов келген. Адвокат Николай Полозов хабер еткеніне көре, давай шынды Аксенов шат оларақ кече. Фото малиматларға көре 2014 сенесі февраль 26-сында олған наразылық митингте Сергей Аксенов елбашчылығында Русия тарафыны дестек еткенлер, біріншілер провокация әрекетлеріні башлағанлар. Ему накануне было известно. Аксенов бір күн өгіне айны вақытта Қырым-татарлар миллетінің миджлесі тарафындан кечірілежек митингі ақында білейді. Жинкеверлерінің кетірілмесі ақта қарар алынды. Чигос әрекетлері зорбалықның қоланылмасы вебинаға сұрып кірмесінен берабер газның пүскүртіві ақында берілген суалерге Аксенов ич бір шей айтып оламады. В офисе партии было проведено совещание с командирами народного ополчения. Русия Федерациясының репрессия машинасы иллерлей. Бұның делелі ишғал етілген Қырымда адвокат Николай Полозов ве Эмиль Курбединовның апысы. Адвокатларының апысы оларының ве муштарелерінің ақыларыны боза. Бұны құқық қорғаушылар білдірелер. Эмиль Курбединов представляв интересы. Эмиль Курбединов февраль 26-сы іші ве Хизбут Тахрир ішінде қабатланғанларыны қорчалайды. Илми Умеровның мерақларыны білдірді, Николай Семенаға консультациялар берді. Бойлейті бұл Қырым территориясында яшаған инсанлар ақларының бозылывыдыр. Миколу Семену. Не үшін айны апыс адвокат насыл жинайет епті. Мен есе айтарым о саяси мабюслерні қорчалады. Махкеменің мақсады бар. Адвокатны en azdan 10 күнге ось муштарелеріне ярдым етмектен марум етмек. Оның үшін весеқалар ве техника тұтып алынды. Бұл біздің соңки хаберіміз еді. София Абляева или Невбеттікі заман эфирімізні қачырмаңыз. Көрішмек үзре.